Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 4-ші сынып 78-ші сабақ. Бүгін өзіңді тексер. Осы уақытқа дейін қандай сабақтар өттік, сонымен тексеріп шығамыз. Бірінші тапсырма: өзара байланысты шамаларға қатысты есептерді шығаруға арналған формулалар білемін және түсінемін. Ережелерді толықтыр. Ара қашықтықты табу үшін көмніктен орнына жазамыз. Ара қашықтықты табу үшін қозғалыс жылдамдығын уақытқа көбейту керек. Қозғалыс жылдамдығын уақытқа көбейту керек. Қозғалыс жылдамдығын табу үшін ара қашықтықты уақытқа бөлу керек. Уақытты табу үшін ара қашықтықты жылдамдыққа бөлу керек. Келесі тапсырма: екі жұмысшы 5 жұмыс күні ішінде 465 бөлшек әзірледі. Бірінші жұмысшы күніне 45 бөлшек жасайтыны белгілі болса, онда екінші жұмысшының жұмыс өнімділігін анықта. Екінші жұмысшының жұмыс өнімділігі 48 бөлшек жасайды екен. Келесі тапсырма: сызбаны қара, есепті амалдар бойынша шығар. Бұл жерде сызбада екі жолаушы қанша сағаттан кейін кездеседі? 4 сағаттан кейін 416 километр болады. Келесі тапсырма: екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі пойыз шықты. Бір пойыздың жылдамдығы 60 км сағат, екіншісінікі 90 км сағат. Егер қалалардың ара қашықтығы 900 км болса, пойыздар неше сағаттан кейін кездеседі? Пойыздар 6 сағаттан кейін кездеседі. Келесі тапсырма: бұл жерде асхананың бірінші залында 15 үстел, ал екінші залында дәл сондай 10 үстел бар. Бірінші залда нешеу, екінші залда нешеу? Бірінші залда 165 орын болса, екінші залда 110 орын бар екен. Бүгінгі сабақ балалар осымен аяқталды. Каналға тіркеліп, колокольчикті баса қойыңыз. Сау болыңыздар.